Ал жыл басынан бері петропавлдықтар полицияға ерікті түрде 500-ге жуық травматикалық қару тапсырды. Ол үшін төленетін сыйақының жалпы сомасы 16 миллион теңгеге жетіп отыр. Акция қаңтардың 1-не дейін жалғасатын болады. Петропавл қаласының тұрғыны Анатолий Минько травматикалық қаруларды ерікті түрде тапсыру акциясы жайында баспасөз бетінен оқып білген. Кейін өзінің стражник маркалы тапаншасын ішкі істер органдарына тапсыруға бел буған. Барлық қажетті құжаттарды тапсырғаннан кейін мемлекет есебінен сыйақы да алған. Разница небольшая была. Қаруды сатып алғандағы және тапсырғандағы бағасының айырмашылығы шамалы. Біраз уақыт өтті. Десе де қаруды сатып алуға жұмсаған қаражатымды қайтарып алдым. Тексерістер қажетті бағыттар бойынша өткізілді. Акция бастау алғалы петропавлдықтар полицияға 479 бірлік қару тапсырған. Оның ішінде 198-і оңғысыз травматикалық, 281-і газды қару. В настоящее время проводится акция. Қазіргі таңда тұрғындардан травматикалық қаруларды сатып алу акциясы өткізіліп жатыр. Бұл үшін мемлекет есебінен сыйақы қарастырылған. Егер сізде тіркелмеген қару бар болса, оны да тапсыруларыңызға болады. Бұл үшін қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік қарастырылмаған. Тапсырылған қарудың техникалық жағдайы тексерілгеннен кейін сыйақы мөлшерін белгілеу үшін материал қаралды. Осылайша осы күнге дейін тәртіп сақшыларына әкелінген қару үшін тұрғындарға 16 миллион теңге төленбек. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірлеген Аманжол Нұртазин.